Сәлем достар, менің подписчиктердің арасында Мөлдір мен Айсажанның фанаттары бар ма екен? Біз телеграм ашқанымыз, біз осы жерде шынайы болып барлығын айтқымыз келді. Инстаграмда түсінетін бар, түсінбейтін бар, ал бұл жерде өзіміз отырып шай ішейік деген нәрсе ғой. Қандай жаңалық болса да, қандай нәрсе болса да, не болса да, бірінші осы жерге саламыз. Сол үшін көріп отырыңыздар. Бар болса, онда Мөлдір мен Айсажанның екеуінің қарым-қатынасын талқылап кетейік, разбор жасап кішкене. Енді бұл екі жұп маған өзіме ұнайды. Не айтайын дедім? Үйге қайтайын дедім. Маған осылай жіберіп отырған ұнайды. Негізі андай өзім ойлап жүргем, жалғыз өзім канал ашам ба деп ше. Өзім осыйға айтам ба деп. Мен сосын жігітім екеуміз айтайық деді. Айтып қойдық. Ананы пайдаланып кеттім, мынаны пайдаланып кеттім деген әңгіме керек емес. Мен ешкімді пайдаланған жоқпын. Оны пайдаланбағанды ол өзі де біледі. Оның өзінде шындығы ішінде, менікі де өзімде бір Алла біледі. Сол үшін, ой, сен пайдаланып кеттің, оңбаған, анау деп маған жазбай қойыңыздар. Ол кісінің де өзінің қызы бар. Біз де өзіміздің өмірімізді сүріп жүрміз. Өте керемет, әдемі, сондай жұп. Енді көптеген көрермендер айтып жатыр, Мөлдірге қазақ жігітін таппадың ба деген секілді, Айсажанға енді ұйғыр қызын таппадың ба деген секілді комментарийлардан көріп қалдым ондай кішкене хейттерді. Енді жүрекке әмір жүрмейді деген секілді ғой, мысалға. Жан, приезжай быстрее, я соскучился. Қызым жоқ, ісім пісіп кетті, достар. Қыдырып шаршап кеттік. Жан, тезірек кел Алматыға. Бұл екеуі жұптың қарым-қатынасы өте керемет дамып жатыр. Тіпті Айсажан өзінің жақындарымен Мөлдірді танысты, анасымен таныстырды, анасымен, қарындастарымен, жақындарымен таныстырды. Сонымен, Мөлдір мен Айсажан туралы өзімнің жеке пікірім өте керемет. Жақсы жұп, мен бұл екі жұп тойға дейін барады деген кішкене өзімнің бір болжамым бар. Ғашықтың тілі тілсіз тіл дейді. Көзбен көр де іштен біл. Сүйсе жастар қайтетпес, мейлі илан, мейлі күл дейді. Сол үшін алып қояйық десек. Сол үшін, достар, барлық адам қателік жасайды. Барлық адамның өмірінде бұндай нәрселер болады. Қолдаңдар бізді. Мен бұл жаққа бірады бүйтіп, достар деп андай инстаграмдағыдай сөйлей алмаймын ше. Шын бетпенен көрініп қала береді. Болжамым бар. Себебі енді екеуінің көрсетіп жатқан қарым-қатынастары идеальный деуге де болады ғой. Айсажан Мөлдірге нағыз жігіттің қандай екенін көрсетіп, барлық өзінің құрметін, Мөлдірге деген махаббатын сөзімен, ісімен дәлелдеп жатқан көрінеді. Енді қалай айтсам екен, бұл екі жұпқа мен сенем. Бұл екі жұп ажырасып кетсе махаббатқа сенбей қалам деп қойайын ба? Әзіл ғой. Енді бұл екі жұпқа сіздердің пікірлеріңізді айтыңыздар. Өзімнің подписчиктерімнің пікірін білгім келеді. Екеуі тойға дейін жете ма? Бұл екі жұпқа сенесіздер ме? Комментарийға қалдырып кетіңіздер. Қараймыз, көреміз, талқылаймыз және де видеоға лайк басыңыздар.